Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы for циклы. Сабақ мақсаты for цикл операторын пайдалану. Балалар, мына берілген үш тілдегі сөзді дәптерімізге жазып аламыз. Питондағы for циклы дегеніміз не? Бізге операторлар блогы бірнеше рет орындалатын цикл ұйымдастыру қажет болсын. Бұл үшін циклдің тағы бір түрі параметрлы циклды пайдалануға болады. Питон тілінде for параметрлы цикл операторы мына түрде жазылады. Ең алдымен for цикл параметрі in тізбек атауы немесе range функциясы және цикл денесі. For циклінің блок сызбасына тоқталатын болсақ, бұл жердегі i цикл параметрі, яғни санауыш. A параметрдің бастапқы мәні, V параметрдің соңғы мәні, N цикл қадамы. Балалар, енді практикалық жұмыс жасап көрейік. Сәлем сөзін 5 рет экранға шығар. Ең алдымен Python бағдарламасын ашып аламыз. Және осы жерден файл new жаңа бет құрамыз. Енді осы жерге өз кодымызды жазамыз. For i in range беске дейін және print апострофтың ішіне сәлем. Енді run батырмасын басамыз, сақтаймыз. Сақтау. Мінекей, сәлем сөзі 5 рет экранда пайда болды. Дәл осылай өздерің қайталап жазып көріңдер. Келесі тапсырма бірінші мысалды қарастырып көреміз. Экранға 4 санының көбейту кестесін шығарып көріңдер. Ол үшін өз кодымызды жазамыз. Бұл жерде 1-ден 11-ге дейін. Шығару үшін print функциясын жазамыз. A көбейтілген 4. Және run батырмасын басып, нәтижесін тексеріп көреміз. Мінекей, бізде 4 санының көбейту кестесі экранда пайда болды. Балалар, енді екінші мысалды қарастырып өтейік. For циклы көмегімен 1-ден n-ге дейінгі сандар тізбегінен тек тақ сандарды табу керек. Дәл осы кодтың үстіне жазып өзгертсек болады. Бұл жерде біз n бүтін санды енгіздік. Одан кейін 1-ден n-ге дейінгі сандардың аралығын 2 қадаммен деп бердік. Енді экранның бетіне шығарамыз. Бір жолда шығару үшін n параметрін қолданамыз. Енді тексеріп көрейік. Енді біз консольдан өзіміз қолмен енгіземіз. 20 санын береміз. Нәтижесін көреміз. Мінекей, 2 қадаммен тек тақ сандарды ғана экранға шығарып өттік. Балалар, сендер менімен бірге қайталап осы кодтарды жазып, нәтижесін алып отырыңдар. Екінші мысалды аяқтадық. Келесі үшінші мысалды қарастырып көрейік. 1 қосылған 2, қосылған 3, қосылған 4, яғни n-ге дейінгі
сандардың қосындысын есептеп экранның бетіне шығар. Дәл осы кодтың үстіне өзгерістерді енгізіп пайдалануға болады. Бұл жерде біз не істедік? Ең әуелі консолдан бір бүтін сан енгіздік. Және бұл s тең 0 дегеніміз бұл есептеп отыру үшін қажет болады. Және for a in range 1-ден n-ға дейін және қосылған 1 деп алдық. Одан кейін s-ке ай қадамды қосып отырдық. Кейін экранның бетіне дәл солардың қосындысын шығарып отырдық. Яғни 1-ден n-ға дейінгі сандардың қосындысын шығарамыз. Енді run батырмасын басып, нәтижесін байқап көрейік. Бұл жерде өзіміз кез келген санды беруімізге болады. Мысалға 10 деген санды беретін болсақ, бізде бұл жерде қате берді. Себебі біз мына жерде екеуі екі айнымалы болып кеткеннен кейін бізге қате беріп тұр. Сондықтан қатемен жұмыс істеп білуіміз керек. Қайтадан run батырмасын басып, тексеріп көреміз. Мінекей, 10 сан енгіздік және 1-ден 10-ға дейінгі сандардың қосындысы 55-ке тең болды. Балалар, енді соңғы мысалды қарастырып өтеміз. 2-ден 100-ге дейінгі жай сандарды табу үшін ішкі циклды пайдалану. Яғни for циклі арқылы 2-ден 100-ге дейінгі сандардың арасынан жай сандарды экранның бетіне шығаруымыз керек. Ендеше кодымызды жазып бастаймыз. Енді осы кодымызды тексеру үшін run батырмасын басамыз. Екі мен 100-дің арасындағы, яғни 2 мен 101-дің арасындағы барлық жай сандарды экранның бетіне шығардық. Келесі операторлардың орындалуынан кейін s айнымалысының мәні неге тең болады? Осы кодтарды Python'да жазып, нәтижесін алып көріңдер. Балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.